Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге әдіс тәсілдер каналы. Бүгін біз топқа бөлуге арналған сайтпен танысатын боламыз. Бұл сайт арқылы топқа бөлу тек оқушыларға ғана емес, сонымен қатар студенттерге де, мұғалімдерге де қызықты болады. Ол үшін Classroom Screen сайтына кіріп, Try for Free батырмасын басу арқылы сайтты тегін қолданатын боламыз. Негізінен бұл сайтты тақта ретінде қолдану өте ыңғайлы, әртүрлі бағытта жұмыстар жасауға болады. Мысалға, осылай студенттеріңізге есеп немесе басқа да тапсырмаларды, жаңа тақырыптарды түсіндіру барысында тақтаны қолдануыңызға болады. Бізге ол үшін мына стрелочканы басу қажет. Сол кезде More деген батырманы басып, Group Maker дегенді басамыз. Осы жерден ашамыз да сыныптағы оқушылардың немесе топтағы студенттердің атын жазып шығатын боламыз. Сонымен қатар бұл сайтты біз әртүрлі тренингтерде қолдануымызға болады. Яғни бір-бірін танымайтын ортада немесе бір-бірін өте жақсы танитын ортада оларды жақын адамдарды бір топқа емес, әр топқа бөлу арқылы сыныптың ұйымшылдығын, бір-бірімен араласуын жақсарту мақсатында да осы сайтты қолданып, барлығын жан-жаққа бөліп тастауымызға болады. Осылай оқушылардың, студенттердің атын жазып болғаннан кейін ары қарай Continue деп басамыз. Бұл жерде біз топтың санын таңдай аламыз. 2 топ, 3 топ өзіңіздің қалауыңыз бойынша, фамилия бойынша бөлуге болады, немесе рандомны, яғни аралас түрде бөлуге болады. Сонымен қатар тақтада, интерактивті тақтада, ашық сабақтарда тақтаңыз әдемі көрініп тұру үшін осылай түстерін де таңдай аласыз. Ал енді өзіңізге ұнайтын дизайн таңдап болсаңыз, топтарға бөлеміз. Міне мына жерде көріп тұрғандарыңыздай топтарға бөлінді, оқушылардың аты араласып тұр. Және де тағы да астындағы батырманы басу арқылы қалауыңызша тағы да өзгерте аласыз. Сонымен қатар топтардың атауын да өзгертіп жазып қоюға болады. Мысалға, жас қыран, жас ұлан, өзіңіздің қалауыңыз бойынша қандай топтарға бөлесіз, солай топтарға бөліп қоюға болады. Сабақтарыңызда қолданып, оқушылардың қызығушылығын оятасыздар деп ойлаймын. Егер ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да топтық жұмыстарға байланысты ойындар, әдіс тәсілдер және де қызықты интерактивті ойындар болатын болады.